Сәлеметсіңдер ме 8-ші сынып оқушылары? Бүгін сіздермен 10-шы жаттығудың есептерін шығару жолымен түсіндіретін боламын балалар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Сынып жұмысын және үй жұмысын барлығы 4 есепті шығарамыз. Бірінші есепте 2 мегапаскаль тұрақты қысымда 2 литрден 12 литрге дейін көлемі ұлғайған газ қандай жұмыс жасайды дейді балалар. Ең алдымен есептің берілгенін жазып алайық. П тең бізде 2 мегапаскаль, В1 2 литрге тең, В2 12 литрге тең. Табуымыз керек А жұмысты, иә. ХБЖ-ға келтіріп алайық. 2 мегапаскаль дегеніміз 2 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі паскаль болады. 2 литріміз 2 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі метр куб болады. 12 литр деген 12 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі метр куб болады балалар. Енді шешуі бізде А тең П В2 азайтылған В1 деген формуланы пайдаланамыз. Бұл жерден бірінші біз В-ны тауып алатын болсақ, 12 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесін азайтамыз 2 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесін. Сонда 10 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі немесе 1 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі метр куб болады. Енді жұмысты табайық. А тең П көбейтілген В деген формула арқылы 2 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесін көбейтеміз 1 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесіне. Сонда 2 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі джоуль шығады балалар. Кітаптағы есептерді осы есепке қарап шығарсаңыздар болады балалар. Бұл бізде сынып жұмысының бірінші есебі, үй жұмысының да бірінші есебі дәл осы формула арқылы шығады. Осыған қарап шығарып алсаңыздар да болады балалар. Негізі жауаптарын мен шығардым. Ары қарай екінші есеп. Ұлғаю кезінде 4400 джоуль жұмыс жасаған сутекке қанша жылу мөлшері берілген? Сутектің ішкі энергиясы өзгерген жоқ дейді. Есептің берілгенін жазамыз балалар. А жұмысымыз 4400 джоуль балалар бізде. Ішкі энергиямыз 0-ға тең болып тұр. Табуымыз керек жылу мөлшеріне. Q тең U қосылған А деген формуланы табамыз. Яғни ішкі энергия мен жұмыстың қосындысы. Енді Q тең 0-ға тең 4400-ге тең. Сонда біздің жылу мөлшерімізде 4400-ге тең болып тұр. Ары қарай үй жұмысының бірінші есебі. Көлемі 0,3 метр кубтен 600 литрге дейін ұлғайған газ 400 джоуль жұмыс жасады. Егер қысым өзгермеген болса, газдың қысымы қаншаға тең дейді балалар. Балалар есептің берілгенін жазып қойдым. Бұл жерде 600 литрді біз ХБЖ-ға келтіруіміз керек. 0,6 метр куб болады. А тең П В2 азайтылған В1 деген формуланы пайдаланамыз. 0,6-дан азайтамыз 0,3-ті, сонда 0,3 метр куб болады балалар. Енді жеке П-ны тауып алайық. А-ны бөлеміз В-ға, 400-ді бөлеміз 0,3-ке. Сонда жауабы 1333,33 паскаль шығады балалар. А тең П көбейтілген В деген формула арқылы біз мына жерде П-ны тауып алып тұрмыз қысымды. Сонда П тең жұмыстың көлемге қатынасы болады. П тең А бөлінген В болады. Сол формулаға салып тұрмын. Мына жерде қысымның формуласы қайдан шықты деп балалар түсінбей тұрмаңыздар. Ары қарай келесі үй жұмысының екінші есебі. Адиабаталық үдеріс кезінде газ 10 джоуль жұмыс жасады. Оның ішкі энергиясы қалай өзгереді дейді балалар. Адиабаталық үдеріс кезінде болғандықтан балалар бізде жылу мөлшері 0-ге тең болады. Ал жұмысымыз 10 джоульға тең. Ішкі энергияны табуымыз керек. Жаңағы екінші есептегідей Q тең U қосылған А деген формуланы пайдаланамыз. Q-мыз 0-ға тең. Жұмысымыз 10-ға тең. Сонда ішкі энергиямыз -10 джоульға тең болып тұр балалар. Балалар, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде комментарий арқылы сіздерге түсіндіретін болам. Ұнаған болса, лайк басып қойыңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар балалар. Басқа да есептердің жауаптары шығып тұратын болады. Бөлім бойынша жиынтықтар, 90-дық жиынтықтардың жауаптары шығып тұратын болады. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрай беріңіздер балалар. Сау болыңыздар.